Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздерге ерекше әрі дамды пирожкидің рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге видеоның соңына дейін үзбей көруіңізді сұраймын. Ең алдымен 4-5 картошкамызды ашып, осылай турап отқа қоямыз пісіруге. Таза ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз, тұзымызды саламыз, құмшекерімізді саламыз, ашытқымызды саламыз, қаймағымызды саламыз, жұмсақ сары майымызды саламыз. Жақсылап тұрып араластырамыз. Тұзы барлығы еру керек. Араластырып болған соң үстінен алдын ала тартып қойған ұнымызды саламыз. Орташа тығыздықта қамыр илейміз. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, қазақша каналдың одан ары дамуына септігіңіз тигізіп, төменге пікіріңізді қалдырып, сонымен қатар осы видеоны достарыңызға, туысқандарыңызға жіберіп бөлісуді ұмытпаңыз. Менімен бірге видеоның соңына дейін үзбей көруіңізді сұраймын. Дәл осындай тығыздықта болады қамырымыз. Бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз көтерілгенше. Енді біз салмасын дайындаймыз ортасына. Кішкене ғана пісте майымызды құйып, үстінен бір пиязымызды майдалап турап, қызартып қуырып аламыз. Кішкене қызарса, майдың иісі күшті болып шығады. Біздің картошкамыз пісті. Картошкамызды сүзіп аламыз. Дәл осылай ыстық кезінде сүзіп аласыздар. Суыған кезде картошкаларыңыз мүлдем езілмейді. Ыстық кезінде ессеңіздер, тез әрі жылдам езіледі. Езіп болған соң, жаңағы қуырып алған пиязымызды саламыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Сосын жаңағы пісірген картошкамыздың суы бар ғой, соны кішкене ғана құйып жібереміз. Жақсылап араластырамыз. Картошканың суын құйғасын кішкене картошкамызды араластырғанға ыңғайлы болады. Біздің қамырымыз ашыды. Ешқандай ұнды пайдаланбай қамырымызды дайындаймыз. 12-15 штуктай пирожки шығарсаңыздар болады. Барлық қамырымызды осылай бөліп алып, домалақтап қойып қоямыз. Сырты қытырлақ, өте дәмді болып шығады. Салмамызды салып, біріктіреміз. Ұнды пайдаланбағандықтан, және де сонымен қатар майды пайдаланбағандықтан, қамырымыз бір-біріне әдемі жабысып жатыр. Үстін осылай міндетті түрде басасыздар, қалың болып кетпеуі керек қамырларыңыз. Майымызды қыздырып алып, орташа отта пісіріп аламыз. Оттарыңыз қатты қызып кетпесін. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, қазақша каналдың одан ары дамуына септігіңіз тигізіп, төменге пікіріңізді қалдырып, сонымен қатар осы видеоны достарыңызға, туысқандарыңызға жіберіп бөлісуді ұмытпаңыз.
Міне дәл осылай қызартып пісіріп аламыз. Өте дәмді, сырты қытырлақ болып пісіп шығады. Менімен бірге видеоның соңына дейін үзбей көргеніңіз үшін рахмет. Істеп көріңіз, ас болсын.